Так, уақыт болды иә, сабақты бастай берейік. Бірден еске түскен сұрақтардан. Есептің сұрақтардың нөмірі әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ мынандай бір сұрақ болды. Ол ұбт-да да бар, по идее алдыңғы аттестацияда да болды иә. Осында үш түрлі ыдыс тұрады да, биіктіктері бірдей. Сындарды салыстыру керек қой. П1, П2, П3. Үшеуінің де биіктігі бірдей да, ашқа тең. Биіктік бірдей болса, қысым бәрінде бірдей болатын еді ғой иә? Иә. Иә. Осындай есеп келді. Так, сосын мынандай бір есеп келді. Трансформаторға байланысты есеп келді. У1 берілген 240 вольт, У2 берілген 120 вольт, сосын орам саны берілген 80-ге тең, N2-ні табуымыз керек қой. Так, N2 дегеніміз ол N1 көбейту У2 бөлінген У1 болатын еді ғой. Сонда 80 көбейту 240 бөлінген, наоборот бұл 120 бөлінген 240, 40 деген жауап болды. Бұл дұрыс болды. Мақта да үшеуін белгіледім, бұл дұрыс болды. Так, үшінші сұрақ. Так, мынандай есеп берілген. Үшіншісі. Бір қозғалып бара жатқан дененің 52% жылуға айналады дейді да. Дененің температурасының өзгерісін сұраған. Сонда жылу мөлшері 0,52 кинетикалық энергияға тең болады, иә? И С берілген 130 джауль бөлінген килограмм градус Цельсий. Сосын қозғалып бара жатқан дененің жылдамдығы берілген 100 метр секунд. И температураның өзгерісін сұраған. Дельта Т. Яғни Q дегеніміз См дельта Т ғой, Иә. 0,52 көбейту М В квадрат бөлінген 2. Масса берілмеген, мына жерде қысқарып кетеді. Сонда дельта Т тең болады 0,52 көбейту В квадрат бөлінген 2 С болады, иә? 0,52 көбейту 100-дің квадраты бөлінген 2 көбейту 130. Так. Мынау 100-дің квадраты ғой. 10 мың, мынамен 5200 бола ма? 1 0 қысқарады 520, 2 бөлсем 20 шыға ма? Иә. 260 сынау, иә. 5200 бөлінген 260. 20 градус или кельвин деген жауап болды, точно есімде жоқ. Қайсысы болса дұрыс қой, иә? Сосын мынандай бір есеп болды. Бір ыдыс беріледі. Газдың жұмысы 0,5 килоджауль. Жылу мөлшері 2 килоджауль. Ішкі энергияның өзгерісін сұрап тұр ғой. Термодинамиканың бірінші саны ма? Термодинамиканың бірінші саны болып тұр ғой, иә? Иә. Q минус А. Азайта қойып 1,5 килоджауль шығады, иә? Сосын мынандай бір есеп берді. Молекулалық физикаға байланысты. Бөлменің көлемі берілген 70 метр куб. Бөлмедегі қысым берілген 10-ның 5 дәрежесі паскаль. Бөлмедегі Т1 температура берілген 10 градус. Т2 температура берілген 30 градус. И үлкен М берілген 29 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Кішкентай массаны тапты, иә? Сыртқа шыққан ауаның массасын табуымыз керек қой.
Сонда басында ауаның дельта М дегеніміз басындағы ауаның массасынан соңында ауаның массасын азайтамыз ғой, иә? Басында ауаның иә. массасы Менделеев Клапейрон теңдеуі бойынша Оңға. ПВ үлкен М бөлінген R Т1. Соңындағысы ПВ М бөлінген R Т2. Орнына қойсақ, екеуінде де ПВ М бөлінген R бар ма? Бар. Бірақ шаршадым. ПВ М бөлінген R. Сонда мына жақта Т2 минус Т1. Мына Т1 көбейту Т2 ғой, иә? Ортақ бөлім беріп жібердім да. Мгм. Мына дельта М тең болады 10-ның 5 дәрежесі, мына 70, мына 29 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Т2-ден Т1-ді азайтсам 20 бола ма? 8, Иә, 31. 20. Аха. Келгенге айналдырамыз ба? Иә, ауыстырамыз. Мынау Аха. 303 болады, иә? Мгм. Мен осы есептен қате кетіп қалғанмын ғой. Ана 303-тің орнына да 283 жазып кеткенмін ғой. И сонда жауап бар екен де ішінде. Бір қадалып қалғаным асығып отыр. Иә. Оңай есеп емес жалпы, бірақ ұзақ шығатын есеп. Так, анау 100 болды. Көбейту 70, көбейту 29, көбейту 20, бөлінген 831, бөлінген 283, бөлінген 303. 5-те 7 дейді. Мен арзан деп берме деп қысып жатырмын. Мен мына орнына қойғам, 6-да 1 деген жауап шықты да менде. И сонда жауап та бар екен да ішінде. 6-да 2 деген бар, мен соны белгілеп жібердім сосын. Асығып Сол отыр. дұрыс болды ма 6-2 деген? Жоқ, қате ғой. 5-7 ғой, иә. Иә. Осыны мен басым жетпеді ше, осы 30 градус болды деген. Қалай осы? Иә. Есеп шығып тұр, бәрі тек андай қате ғой, асығып отырып Т1 мен Т2-ге бір мән жазып жібергем ғой. Так, дальше кеттік. Сосын мынандай бір есеп болды, иә? Массасы 60 килограмм, H 1 метр, так, 70%, көлбеу жарыстық берілген ғой. И толық жұмыс сұрап тұр ғой. Мгм. Так, А пайдалы бөлінген А толық, А пайдалы бөлінген, так, Күнде аш 60 бөлінген. көбейту 1 көбейту 10 бөлінген. Мына 0,75 деп ала қойсам болады ғой, иә? 800 бола ма сонда? Иә. Так, келесі сұрақ. Сосын Токстың формуласы ол беріліп қойған бір есептің шартында. Қазір мен есептеде мәндерді точно ұмыттым. Так, PRV дегенде жаңбыр тамшысы түсіп келе жатыр дейді да. Сол жаңбыр тамшысының жылдамдығын анықтауымыз керек қой. Бірақ мына формула есептің шартында беріліп қойған. Мына тұтқырлық коэффициент бар, ол да бар. Мына R деген 0,5 миллиметр болды ма екен? Мына тұтқырлық коэффициенті 1,8 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі болды ау деймін. Жылдамдықты сұрап тұр да. Яғни F тең mg екеуін тегістіреміз. M дегеніміз ρ су, V еще судың тамшысын біз андай шеңбер сияқты деп аламыз да, то есть шар сияқты деп аламыз. Сонда оны сразу жазып кетсем, 4 бөлінген 3 пи куб тең болады. Пи үлкен ерді және қысқартылды. Мына квадратпен R қысқарады, пи мен пи қысқарады. Сонда жылдамдық тең болады
4 bölünген 3. Так, пи кетті. Росу. Былай жаза қояйын. Росу. R квадрат. Так, бола ма? 4 бөлінген 3 көбейту. Мынау 10-ның 3 дәрежесі. Так, мынау 0,5 миллиметр болса 25 көбейту 10-ның минус 8 дәрежесі болады. Так, мынау, по-моему, 1,8 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі болды ау дейме? 7 болды ма екен? 5 сияқты. Мына бүкіл дәреже қысқарып кетеді. Так, анау 100 болады. 100 бөлінген 3 бөлінген 1,8. 25 емес пе ана жерде? Мына ма? Оны алғаннан кейін үй зал деп белгі болады. Жоқ, дұрыс, ағай, дұрыс. Аха. Жоқ, бірақ мына есеп точно ұмытып тұрмын мен мәндерін да. Аха, түсінікті. 15 миллиметр емес шығар, мүмкін мына коэффициент тұрақты коэффициент. Бірақ мына тұрақты коэффициент берілген ол жерде. Главное, сол ауырлық күші мен стоксты теңестіресіздер де сонымен шығарасыздар ғой. Аха, түсінікті. Тек мына ауырлық күшін жазғанда ол су тамшысының Көлемі. көлемін сол шардың көлеміне тең деп аламыз да. Аха. Мына енді точно есімде қалған жоқ, бірақ осы формуламен ары қарай уже математикалық жолмен шығара қоясыздар ғой. Өлшеуге болады, Түсінікті ма? Түсінікті. Аха. Не көтеріп, төбені жауып қойдым. Сосын Болды болса, тактік сұраған бір есеп берілді. қойдым. Так, қуат 200 мегаватт и уақыт 1 тәулік. Сосын Е1 деп болайын. Ана уранның бір атомы ыдырағанда бөлетін энергия 200 мега электрон вольт деген. Сосын бір тәулікте қолданылатын уранның массасы берілген 470 грамм. Сосын уранның мольдік массасы берілген 235. Болды масса берілгені. Аха. Мына жақта бір апай звук қосылып қалған екен. Мен сөндіріп қоя қояйын. Так, осындай есеп. Қуат, пайдалы қуат 200 мегаватт, бір тәуліктегі тұтынатын уранның массасы 470 грамм деген. И такты сұраған ғой бізден. Так бізде тең болады. ПТ. Так, мынау толық энергияны біз қалай жазсақ болады? N көбейту E1 деп жазсақ болады. N деген N тең болады. Молекула саны ғой. М, N Авогадро бөлінген үлкен М деп жазсақ болады да. Сонда 470 көбейту 6 көбейту 10-ның 23 дәрежесі бөлінген 235. Мына екеуі де грамммен берілген, өлшем бірліктер қысқарып кетеді да. Sonra 470 көбейту 6 бөлінген 235. Ровно 12. Өткен 10-ның 23 дәрежесі. Аха. Бұл есеп жақсы есімде қалды, себебі бұл есеп бірінші не істегенде шықпай қалды да менде. Жуықтап шығып кетті. Сосын айналып келгенде шықты сосын осы есеп. Еще нақты шықты да, ровно 45% деген жауап болды. Мына 200 көбейту 10-ның 6 дәрежесі 24 көбейту 3600. Так, мына 12 көбейту 10-ның 23 дәрежесі. И ана 200 мега электрон вольт деген 200 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. И мега электрон вольтті электрон вольтқа айналдырсақ 16 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі болады. Так, мынау бәрі қысқарып кетеді, екеуі бірдей ғой. Дәреже мынақта көбейту 100% бар ғой. Так, мынақта 2 нөл бар. Дәреже қысқарса
Мына 4 дәреже қалады, ол мына 2 нөлмен қысқарып кетеді. Мгм. Сонда мына 24 көбейту 36. 24 көбейту 36 бөлінген 12 бөлінген 1,6. Ровно 45% деген жауап шығады. Так. Түсінікті ма бұл есеп? Түсінікті. Мгм. Жаймен еске түсіріп жатырық, иә? Так, 9-шы есеп болсын. Сосын андай есеп болды, иә? Мәндер точно есімде қалған жоқ. Ана ылғалдылыққа байланысты есеп келді. П бөлінген П қаныққан. Бізге қаныққан берілді, иә? П-ны табатын. Осы екеуін көбейте қоясыздар. Осында бір есеп Иә. келді. Аха. 10-шы есеп. Сосын 2 нүктелік заряд берілген. Минус 6 нанокулон. Екіншісі 6 нанокулон. Арақашықтық 12 сантиметр. Дәл ортасындағы кернеулікті тұрады. Так, мынау өзіне қарай бағытталады, мынау былай бағытталады. Сонда кернеулік Е1 мен Е2-нің қосындысына тең, иә? Мгм. Так, К Q1 бөлінген. Екеуінің мәні бірдей ғой, модульдері. Иә. R квадрат плюс К Q2 бөлінген R квадрат. Бұл 2 КQ бөлінген R квадрат деп алсақ болады, иә? 2 көбейту 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі. Так, мына 6 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі. Арақашықтық 6 сантиметр, 36 бола ма? Мгм. 36 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі болады. Мына дәреже қысқарады. 6 мен мынау қысқарады. 6 болады. Мына 2 18 ғой, иә? Мынамен қысқарса 3 қала ма? Мгм. 3 көбейту 10-ның 4 дәрежесі вольт бөлінген метр, немесе 30 киловольт бөлінген метр деген жауап болды. Деймін осы есептің жауабы, иә? Так, 11. Сұрақ бар ма бұл есеп бойынша? Түсінікті. Тағы мынандай бір есеп болды. Осы тақырыпқа байланысты. Қабырғасы А-ға тең шаршы берілген. Дәл ортадағы кернеулікті сұрайды ғой. Так, мына жақта минус 5Q болу керек, мына жақта минус 3Q болу керек, мына жақта 3Q, мына жақта 3Q дейді. Так, мына минус 5Q мен 3Q бір-біріне бір түзудің бойында жатыр деп есептесек, былай. Олардың екеуінің кернеуліктері қосылады ғой, иә? Сонда Е1 екеуін сразу қосып жіберейінші кернеуліктерін. Арақашықтықты R деп алайық. Мына арақашықтық А-ға тең бізде. Сонда К бөлінген R квадрат и 5Q қосылған 3Q бола ма? Бұл 8 КQ бөлінген R квадрат, иә? Екіншісі тоже сондай. К бөлінген, оның да арақашықтығы R-ға тең ғой, иә? Ана жерде минус 5Q болмай ма? Жоқ, модулін аламыз ғой, сол үшін плюс болып кетеді да. Жақсы. Қостық ғой, мына жерде қостық қой, иә? Иә. Иә, қосу деген осы минус болған үшін қостық та оны. Кернеуліктерді қостық бір-біріне. Кернеулік деген векторлық шама ғой. Екі вектордың бағыты бір бағытта болып тұр да, сол үшін қостық. Міне былай ғой. Енді екіншісін жазғанда екі кернеулікті қосам тағы да. Мына кернеуліктің бағыты былай бағытталған, мынау былай бағытталған. 3Q-дің бағыты өзіне қарай
минус 3q бағыты. Ал плюс 3q бағыты өзінен кері қарай. Мгм. 3q плюс 3q бұл 6 kq бөлінген r квадрат, иә? Так, енді қараңыздар, бізде мынанда не шығып тұр ғой? Былай болып тұр ма? Мынау E1, мынау E2. Векторлар қосу секілді, иә? Иә, екеуінің арасында бұрыш неше градус? А. 90 градус, иә? Мына Пифагормен шыға ма? Пифагормен болады, квадраттап. Аха. Қараңдар, екеуінде де мынау бар ғой, иә? Мгм. Оны жақшақ сыртына шығарып жіберсем, ішінде 8-дің квадраты плюс 6-ның квадраты қала ма? Иә. Мына екеуінен 10 шыға ма? Иә. Так, R-дің мәні бізде 10 сантиметр ме еді? Иә. Мына A-ның мәні 10 сантиметр. Енді R табатын болсақ, R неге тең болады? A бөлінген түбірасты 2. Жоқ, түбірасты 2 бөлінген 2, иә? Значит, 10 көбейту түбірасты 2 бөлінген 2 болса, мына екеуі қысқарады, 5 болады. 5 түбірастында 25 болып көреді, сонда мынаны түбірастында 50 деп алсам бола ма? Так, 10 көбейту 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі. Q деген бізде 3 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі болу керек. Мына түбірастында 50-ді квадраттаймын. 50-дің өзі болады, сантиметр квадраттаймын, 10-ның минус 4 дәрежесі бола ма? Дәреже қысқарады. Мына 10 мен мынау қысқарады. Мына екеуі неше болады? 27 5-ке бөліп жібереміз, иә? 5,4 10-ның 4 дәрежесі вольтметр немесе. Осы жерде бар ғой, мына зарядтың мәнін мен точно ұмытып тұрмын. Қалғандардың мәні дәл осындай, зарядтың мәні сәл басқаша болуы мүмкін. Главное, мына ең соңында мына формуланы жаттап алсаңыздар болды, осыған қоя қоясыздар. Түсінікті ғой, 10 kq бөлінген r квадрат. R-дің мәні точно осында, бірақ 10 сантиметр ол есімде қалды. Түбірасты 50 болды да ол. Ал мынаның мәні неше болды менде? Ағай, мына жерде Мына 2 болған жоқ па? 2 болса 9 көбейту 2 бөлінген 5. 2 болды, точно 2 болды. 3-те 6 болды, мен сосын оны 36 деп жаздым ғой. Жауап кило немен берілген. 3-те 6 болды да, сосын 36 киловольт бөлінген метр болды. Дұрыс, осы 36 шықты. Так, бұл есеп бойынша сұрақ бар ма? мына жерде R-ді ше, үш бұрыштан таптыңыз ба? Сұрақ орында. Не ғой? Мынау 90 градус болған соң, мынау A, мынау R ғой, Мен сол 90 градус екенін көрмей тұрмын да, ана жерде, сосын барып мен есептеп отқаны. Арасындағы бұрыштың 90 градус екеніне мен не алмай отырмын да. Сосын ғой сұрап жатқаны. Ровно 4-ке бөлініп тұр ғой. Аха, енді барып не қылып жатыр, аха. Сонда A квадрат тең 2R квадрат қой, иә? Иә. R тең квадрат бөлінген 2 ғой, иә? Аха. Ал R-дің өзін алсам, A көбейту түбірасты 2 ғой, иә? Иә. Мынадан құтылу үшін екеуінде түбірасты 2 көбейтіп жіберемін да, түбірасты 2A бөлінген 2 болады да сонда. Иррационалдықтан құтылу деген бар ғой. Бұл есеп түсінікті ғой, иә? Жаңағы сұрақ бойынша бар, бұл сурет беріліп тұрады ма?
Дәл осындай сурет беріледі. Мен контекст не бойынша сызу керек па деп ойлап тұрмын да сонда. Жоқ, дәл осындай квадрат деп берілген өз. Зарядтар бар. -5, анау мынау дегендер. Сосын неге байланысты бір есеп келді? 12 ғой, иә. 1, 12. Так, бірінші бір заттың, химиялық элементтің жартылай ядро периоды берілген 16 тәулік деп. Екіншісі 27,6 мен. 26 21 жетті. Аха. 80-ді бөлген И ровно. осыған 80 тәулік кететінде эндар теңескен. Уақыт берілген 80 тәулік. Табу керек n нулевой қатынасын. И n1 мен n2 бір-біріне Тең келсін. тең. Иә? Жоқ, бізде n01 мен n02-ның қатынасын табуымыз керек, иә? Қатынас тұрған ғой, иә? Так, n1 ол n01 көбейту 2-ның минус t бөлінген үлкен t1 дәрежесі. n2 тең n02 көбейту 2-ның минус t бөлінген t2 дәрежесі. Енді бұрын жартылай ядро периодына байланысты біраз есеп шығардық, бірақ мынандай типтегі есеп мен өзім бірінші шығарып тұрмын. Екеуін теңестіріп жіберемін ғой бір-біріне, иә? Иә. Сонда n01 көбейту 2-ның, қойып жіберейін, 80 бөлінген 16 тең n02 көбейту 2-ның минус 80 бөлінген 26,7 дәрежесі ғой. Сонда n01 көбейту 2-ның минус 5 дәрежесі, n02 тең. Мына примерно 3 болады ғой. 2-ның минус 3 дәрежесі болады да. Сонда n01 бөлінген 2-ның 5 дәрежесі, n02 бөлінген 2-ның 3 дәрежесі болды. Мына екеуі қысқарады ғой, иә? 2 дәреже қала ма? Сонда n01-дің n02-ге қатынасы 2-ның квадраты ол 4-ке тең бола ма? 4 деген жауап болды ғой, иә? Мгм. 13, сосын мынанда бір есеп болды. Мен қазір мәндерін точно білмеймін. Толқын ұзындығын сұрады. Формула мынандай ғой жалпы. Лямбда тең с көбейту т. Т деген Томсон формуласымен анықтаймыз. С көбейту 2π түбір астында L-с. Бірақ мына екеуінің мәні беріліп қойған. Осы бойынша толқын ұзындығын таба қоясыздар ғой. Точно мәндерін ұмыттым. Біреу 100 пикофарад, анау Микро. пикофарад, анау бірдеңеге. Вообще ұмыттым. Бұның жауабын да ұмытып қалдым, бірақ мынау жеңіл есеп қой жалпы. Осы формуламен шыға қояды да. Түсінікті ғой, иә? Иә. Сосын неге ше? Мынау Тағы осындай бір есеп келді, иә? жартылай неге лямбдаға 2 есеп келді. Иә, екінші Жартылай есеп ядро. мынандай болды. По-моему, екінші есепке есімде тұрған сияқты. xm косинус 4π көбейту 10-ның 6 дәрежесі т деп берілді. Дәл осы формулаға лямбда тең ст тең с көбейту т дегеніміз 2π бөлінген омега ғой, иә? Иә. 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі 2π бөлінген 4π көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Мынау қысқарды, 2 болады, мынау қысқарады, 2 болады. Мынау 10-ның 2 дәрежесі 100, 3-ше көбейтім 300, 2 бөлім 150, иә? Мынау 150 метр деген жауап болды ішінде точно. Так, сосын Анау неге ше жартылай ыдырау периодында массаны арқылы беріп, энді тап деген ғой, ыдырамай қалған саны. Как.
ыдырамаган атым сан. Есеп болса емес па? бүгін сабақ. Есеп таптым мен жерде жаңағы. Жартылай ядролық периоды 27 жыл, болатын 8 килограмм радиоактивтіден Аха, 135 жылдан кейінгі қалған атомдардың массасы. дәл Осы емес па? сондай. Қалған, ыдырамай қалған атом саны деген ба? Атын, Жоқ. ол жерде масса берілген бе? Массаны иә, сұрап отыр, иә. Масса беріледі де энді сұрайды ғой. Конечный. 17 жыл 7 мана қояды, Т тең Иә. 7 сағат емес па? В общем, нақты сан шығады 14-те 2. Иә, осыны ше түбірастан Масса 1 грамм, иә? 1 грамм. Ол жерде молекула санын сұрайды, иә? Ыдырамай қалған. Молекула саны ыдырамай қалған. Ага. Так, значит, N0, N Авогадро көбейту N бөлінген үлкен М, иә? 6 көбейту 10-ның 23 дәрежесі, мынау 1 грамм. А мынау фосфор берілетін бе? Иә, 32-де бірдеңке деген. 32-ның өзі ма? Иә, минус 13 дәрежесі. И так қысқарады ғой. Дәреже қысқарып кетсе. Так, 6 бөлу 32. Так, оны 1875 көбейту 10-ның 19 дәрежесі деп алсақ болады, иә? Значит, n тең n нолевой көбейту 2-ның минус t бөлінген t дәрежесі. Сонда 1875 көбейту 10-ның 19 дәрежесі. 2-ның. Так, мынау қысқарып кетсе неше? 2-ден 1 дәрежесі қала ма? Иә. Немесе 1875 көбейту 10-ның 19 дәрежесі бөлінген 2-ның 2-ден 1 дәрежесі. Мына 2-ның 2-ден 1 дәрежесі нешеге тең? Турасы 2 болады екен да. Естен шықпайтын болды ма енді? Так, 1875 бөлінген түбірасы 2 примерно 1,41 ғой, иә? Мың 329-да 8 дейді. Бұл, по-моему, сәл 1 деген жауап келген жоқ па? 1,32, 1,33 деген. Или 21 дәрежемен келдің осы? Осыны ше, осындай жауап бар. Осындай жауап бар да, бірақ сонымен қарамай кеттім ғой. 13-те 3 көбейту 10-ның 21 дәрежесі болды ма? Дәрежесі сол 21 сияқты болған сияқты. Енді дәреже бұлай өздерін жылжыта бересіздер ғой. Примерно осындай жауап болды ғой. Масса арқылы тауып барса болмас бе еді? Мысалға m тең m нулевой арқылы Болды, тауып барса. сосын бәрібір мынаны қолданасың ба? Бәрібір ма? Иә. Болды. Так, келесі 16. Мынанда бір өте оңай есеп келді. В тең в 0 плюс аты S тең в 0 плюс аты квадрат бөлінген 2 деген формуланы қолданамыз. Бастапқы жылдамдығы 10 болды. И үдеу 4 болды, иә? Үдеу 5 болды ма? Үдеу 5 болды, деймін. Уақыт 4 болды, иә? 30 метр секунд. Сосын 10 көбейту 40 плюс 5 көбейту нақты квадрат екен ғой. 4-дің квадраты бөлінген 2. 80 метр болды, иә? Дәл осында жауап болды ғой. 17. Анда бір есеп болды. Радиусы 20 пи метр, иә? Бір круг па, 2 круг па айналды ма? Бір круг. Бір круг айналғанда жолымен орын ауыстыру тұрады, иә? Жоқ, радиус осылай ма? Дұрыс. Жоқ, 20 просто 20. Бәсе жауабы сондай болды, деймін. 20 метр, иә? Значит, жүрілген жол 2 пи р 40 болды ма сонда? Иә. Жоқ, сосын орын ауыстыру 0 деген бірақ жауап болды ол жерде. Иә.
орын ауыстыру 0 деген. Мынау 20 ма 10 ба? Осы 10 да еді да 20 пи метр шықты ғой. Иә, сол точно ұмыттым. Бірақ орын ауыстыру 0 деген ол жерде точно бір жауап болды да. 18. Так, мынанда бір есеп болды. Мынанда сурет берілген. Мына плюс, мына минус. И мына жақта магнит индукциясы тұр. Б. Мына жақта 1-2 болу керек, по идее. Осы 1-2-нің арасындағы ампер күшінің бағыты сұрады ма? Иә. Әсер етуші күшті табыңыз деген ғой. Айтпаған это Иә. именно Лоренцте тұр. Бірінші вариант. Иә. Әсер етуші күш Вариант деген тақырып. ответте ампер мен Лоренц күші бар, иә? Жауап Тақырды, иә. ампер күші Бізге. сосын 10-ға бағытталған, иә? Иә. Былай, иә. Токтың бағыты міне жоғары бағытталады ғой. Сол қол ережесі бойынша алақанға кіріп жатыр. И ампер күші бас бармақ солға бағытталған, иә? 10-ға бағытталған. Так, бұл түсінікті ғой, иә? Магнит өрісі бізден ары қарай ма? Бізге қарай нүкте болып тұр. Бізге қарай болса, онда сол қол ережесімен. Иә, 10-ға бағытталады да. Ток жоғары бағытталған. Иә, дұрыс. Алдын пробный кезінде осында есеп келді, бірақ ол кезде мына жақта 4 нүкте тұр, иә? 4. Любой нүктесі беруі мүмкін ғой осы жерде. Тек сол қолмен өздеріңіз анықтай бересіздер ғой любой нүктесін. Бұл почти барлық нұсқада келеді. Осы ампер күшін, Лоренц күшін байланысты теориялық сұрақ көп нұсқада көрдім да. Тек соны біліп алсаңыздар бір ұпай тегін. Так, сосын мында бір есеп берілді. Математикалық маятниктің ұзындығы 80 сантиметр. И басқа планетадағы 3-14-ке тең, иә? Секунд. Жердегі неше есе өзгеше деген жауап болды ғой. Т2. Жердегін табатын болсақ, 2π түбір астында LG, иә? Мына 6,28 көбейту. Так, мына 0,8 бөлінген 10 ғой, иә? 0,08 болған ба сонда? Так, 0,8-ті 10-ға бөліп түбір астына шығарамыз, иә? Көбейту 6,28. Так, 1,78 деп алсақ болады екен. Значит, жерде азайып қалды ғой, иә? Иә. Т1-дің Т2-ге қатынасын сұрады ау деймін. 3,14 бөлінген 1,78. 1,76 есе 1,76 есе кемейді деген жауап болды ау деймін, иә? Так, 20-нчы есеп. Мынандай есеп болды. Массасы М дене берілген. Сосын мынандай график бар. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділігі. И Екі күш. мәндер негізі точно көрінбейді ол жерде да. Бірақ қандай өзіміз примерно білсек болады да, мына бір денеде тұр. Так, күштерді салыстыру керек қой, мына бірінші дене, мына екінші дене болды, иә? Жалпы А дегеніміз ол дельта В бөлінген дельта Т ғой, иә? Яғни екеуінде дельта Т бір дей ма? Иә. Иә, бір. Мына примерно 2 есе көп деп айтыпты да олар. Сонда мынау В болса, мынау 2В бола ма? Сонда мынау 2А болсын, иә? Ал А2 мынау В1 болсын. Дельта В2 бөлінген дельта Т
Бұл тек А бола ма? Мгм. Значит, F1 мен F2-ні салыстырсақ, F1 ол 2 МА болады да, F2 тек МА бола ма? Мгм. Сонда F1, 2, F2 деген жауап дұрыс болды. Түсінікті ма? Так, сұрақ бар ма? Жоқ, түсінікті. Дәл осындай график тұрды ол жерде. Сосын екі есеп келді, арасы бір 10 есептен ба? Неге байланысты? Тізбекке байланысты. Екеуінде де бірақ бірдей график. Мына жақта амперметр 1 бар. Мына жақта мынаның кедергісі белгісіз біріншісінде. RX деп жазайықшы. Мына жақта амперметр 2 бар. И бұдан 2 кедергі шығады. Олардың кедергісі R-ға тең дейді. Так, біріншісінде A1 12 ампер, A2 2 ампер. RX табуымыз керек қой, в общем. Так, мына екеуін тізбекте жалғап жіберсем, параллель жалғап жіберсем, оның кедергісі 0,5 R бола ма? Мгм. Сосын 0,5 R мен мына RX бір-біріне параллель ма? Иә, параллель. Иә. Мына I1, мына жақтан I2 болса, параллель болса U1 тең U2 ғой, иә? Иә. Значит, I1 көбейтілген RX тең болады I2 көбейтілген 0,5 R, иә? Мгм. RX тең 0,5 I2 R бөлінген I1. Так, 0,5 көбейту 2 R бөлінген 12. R бөлінген 12 деген жауап болды. Так, түсінікті ма? Түсінікті. 22 дәл осы сурет, ешқандай несі жоқ. Бірақ мынаның кедергісі беріліп қойғанда R деп. Уже R деп берілген. Бірдей есеп па деп ойлап едім басында. Сөйтсем жоқ, екеуі екі түрлі есеп екен. Так, бұл жерде қайсысы берілген, қайсысын табу керек еді? Бұл жерде екінші амперметрдің мәнін табу керек. I1 нешеге тең еді? 8-ге ма сондайға тең еді ау? Жауабын білейін, жауабы 24 болды, в общем, иә? 24 шықты, иә. 24 болу үшін былай жаза қояйық та қазір примерно. X көбейту 0,5 R тең, мынау 24 қой, иә? Мынау 24, иә? Мына жақта анау 12 болды дедім, иә? 2 қысқарады, иә, 12 болды мынау. 12 ме екен? Значит, дәл жаңағындай ғой. U1 тең U2. U1 дегеніміз I1 көбейтілген R. U2 дегеніміз I2 көбейтілген. Мына екеуін параллель жалғап жіберсем 0,5 R болады. R мен R қысқарады. I1 тең 0,5 I2. 0,5 көбейтілген. I2-ні табу керек қой. I2 I1 бөлінген 0,5 болды ғой. 12 бөлінген 0,5 24 ампер. 24 ампер деген жауап болды.
Так, бұл есеп түсінікті ғой, иә? Мгм. иә. Так, 23 болсын. Тағы мынандай бір есеп берілді. Судың массасы берілген 250 грамм и температурасы 90 градус. Оған температурасы 0 градус мұз салады. Мұздың массасы 50 грамм. Орныққан температураны табуымыз керек қой. Мгм. Значит, Q берген, Q алғанға тең ғой, иә? Q берген дегеніміз С М су Т минус тетта болсын, иә? Q алған, ол М лямбда плюс, анау бар ғой, 0-ден теттаға дейін көтеріледі ғой температурасы, иә? Оны С М мұз тетта деп алып кетсем бола ма? Анау 0-ге тең ғой Иә. температурасы. Сонда С М су, мына жақшаны ашып жіберсем, Т минус С М су тетта тең М лямбда плюс С М, мұз ғой, иә? Тетта. Мынау плюс өтеді, мынау минус өтеді. Сонда С М су Т минус М мұз лямбда тең, мына жақта теттаның жақшаны сыртына шығарсам, С М плюс С М су бола ма? Значит, тетта неге тең? С М су Т минус М мұз лямбда. Мына жақта С-ның жақшаны сыртына шығарсам, М плюс М су, иә? Тетта тең 4200 көбейту 0,25 ба? Көбейту 90 минус 0,05 көбейту. Мына 300, 3-те 3 көбейту 10,5 дәрежесі деп берілді, иә? 4200 көбейту. Екеуін қосып жіберсем 300 грамм ғой, ол 0,3 бола ма? Так, 4200 көбейту 0,25 көбейту 90 минус 0,05 көбейту 330 мың. 78 мың деп бөлінген 44.200 бөлінген 0,3. 61-де 9 деген жауап болды ғой, дейме? 61-де 9, либо 62 болды. 62 деген болды. 62 болды ма? Иә, 90-нан кейін сразу 62, ары қарай 30-40. Иә, иә. Так, бұл есеп түсінікті ма? Түсінікті. Мгм. 24. Анда бір есеп болып, тереңдік 2 метр дейді. Қысымды табу керек қой, 2 метр тереңдіктегі атмосфералық қысым беріліп қойған. Общий қысымды табу керек та. Аха. Стой темпі 0. Бассейннің, ашық Плюс. бассейндегі А. қысым тап деген. П0 плюс рожаш. Мынау 100 мың плюс 1000 көбейту 10 көбейту 2. 120 мың деген жауап болды ғой сол жерде. Сосын қысымға байланысты мынандай есеп келді, иә? Бір параллелепипед берілген, қысымдары қалай өзгереді деп тұр ғой. П1-ді мен былай алып, спичкасы. спичкин коробкасы ма сонда, mg көбейтілген Иә, А көбейту Б деп алсақ, П2-ні mg А көбейту С деп алайық, иә? То есть С көбейту Б деп алайық, ана Б өзгермейді деп. Біріншісінде 15. mg бөлінген, мына 15 көбейту 5-ті. Екіншісінде mg 5 көбейту, жоқ, 15 көбейту 3 қой, иә? 3-те 5 болды да, 15 болды да, одан кейін 45 болды ғой. Сонда разницасы қанша дегенде 3 есе деген сөз шықты ғой. Иә, мына 3 болды, по-моему. Мына да 3 болды. Мына жақта аудан 3 есе не істеді? Азайды ғой, иә?
Значит, кысым 3 есе артат деген жооп болду, дейм э? иә. 3 есе артады. Түшүнүктү ма? Екі сурет турат ненің, параллелепипедтің. И нелер белгілеп коет да, кабыргаларының. 15, Мәнде. 3, 5 деп. 26. Андай бір есеп берілет, суреті берілмейді бірақ. Көбелік жазықтықта бір дене тұр. Көбелік жазықтық жылтыр дейді да. Яғни үйкеліс жоқ ол жерде. И сол массасы м денені ұстап тұру үшін қанша күш қажет дейді ғой. Сурет ол жерде берілмейді. Өзіміз сызсақ примерно мынандай есеп қой. Міне. Ауырлық күші төмен бағытталады да. Мынау mg синус альфа ма? Мынау үйкеліс жоқ болғандықтан ол сырғанап түсіп кетеді ғой негізі. Сол сырғанап түсіп кетпеу үшін бір f күшпен ұстап тұру керек та. Сонда f күш mg синус альфаға тең да. Мәндері есімде қалған жоқ. Бірақ синус альфа 30 градус деп берілді, иә? Иә. Масса неше деп берілді? В общем, қанша неше шықты әйтеуір анау 433 деген шықты. И 500 деген де шықты ма, сондай болды ғой. 250. Анау түбірасы 3 бөлінген косинус альфаның да мәніне сәйкес жауап тұр. Синус 30 Ол градустықта да қате. жауап тұр. Сол ғой, сол екеуін де беріп қойған адам не істер екен деп. Бірақ сіздер шатастырып ана жерде синус альфа, косинус альфа екеуіне де мән беріп қойыпты. Шын. Бұл есепте нені табу керек? Ұстап тұратын күшті табу керек қой. Жылтыр бет те, жылтыр бет. Тек осы формуламен сөйлейді, міне бір формула. Бірақ мәні ұмытып тұрмын да, массаң мәнін. Синус альфа берілген 30 градуста бұл 0,5-ке тең, 2-ден 1-ге тең. 5. Массаның мәнін ұмытып тұрмын точно. Жауабы есіңізде жоқ па? Массаның мәнін білсеңіздер жауабын орнына қоя қоясыздар да. Мен ұмыттым жауабын да, массаның мәнін де ұмыттым. Болды жайтамда. Так. Сосын қандай есеп болды? Мында бір есеп болды ғой. 27. График беріледі. ПВ. Мынау П, мынау В, мынау 3П, мынау 4В деп беріледі. Бұлай тұрау дейме графикте? Иә. Жоғарылау несімен, стрелка. Бұлай бағытталған, е? Иә. Бізде жұмыс берілгені 2 килоджоуль. Иә. Неше атомды газ деп берілген? Жиілік берген ғой, иә? Жиілік деппін ғой, құдай. Не дейтін еді? Зат мөлшері 8 моль. Моль. Зат мөлшері 8 моль деп берілген. Осы бір атомды деп берілген сияқты, менің ойымша. Сол ше 2 атомды деген сол. Мен 2 атомды деген сөзі бар басында. Сондай ма? Мен 5-ті қойдым ғой. Бірақ Мен де бұның ше білесем жауап. дұрыс шықты, бірақ мен неше атомды екенін ұмытып тұрмын да. Главный мәнін үйреніп алыңыздар. Иә. Так, жұмыс берілген ғой, е? Берілген. Жұмыс мына фигураның ауданына тең ғой, е? Иә. Бұл фигураның ауданы неге тең? Трапеция ғой бұл, е? Иә. П 3П бөлінген 2 көбейту 3В ма? Сонда 12 бұл 6ПВ бола ма? Мына P0, V0 деп берілген шығар мүмкін ол жерде. Иә. Значит, ПВ-ның өзі 2 бөлінген 6-ға тең ба? Мына 2 килоджоуль деп берілді ма? Иә, точно 2 килоджоуль. Иә. Килоджоуль болып тұра берсін пока. 2 бөлінген 6, иә? Енді ішкі энергияның өзгерісін тұрады ғой бізден, е? Иә. Дельта U ню R Т2 минус ню R Т1 деп алсақ болады, е? Немесе 12 ПВ минус ПВ деп алсақ болады, е? Сонда мына 11 ПВ бола ма? Мынақта не қалып қойыпты ғой? Жаңа атомды сан. 3 деп жаза берейінші. 3 деп. Мен есімде 3 сияқты болып көрінді осы. Дұрыс жазылмай қалды, ме? Мынау
12 pv ya. Сонда 11 33 бөлінген. Екі. Так, 33 бөлінген 2 бола ма? пв ғой, иә? Дельта U тең 33 бөлінген 2. И пв-ның орнына мынаны қоямыз да. 2 бөлінген 6 ма? Эко қысқартты. Так, либо 33, либо 55 қой, иә? Иә. 33-ті 6-ға бөлсек, ол бөлінеді ғой. 5-те 5 килоджауль дейді. 55-ті 6-ға бөлсек, 9-да 2 дейді. 5-те 5 килоджауль. Енді мынанда тоже қарайсыздар ғой, 2 атомды деп берсе, мына жерге 5 қойып жібересіздер. 1 атом деп берсе, осы 3 бойынша қалады да. Главное, шығару жолы өзгермейді ғой. Так, бұл есеп түсінікті ма? Түсінікті. Ага. Сонда ана 8 моль вообще қолданбадық па сонда? Мен қолдандым соны ашып. Керек пе ол? Сол қолданылмады, иә? Иә. Бірақ мындай трапеция болмай шықты, иә. Или мен де қолдандым ба екен мына 8 мольді. Керек емес ол, иә? Университетте. Иә, керек емес, по идее. Температура негізі берілді ше. Сөйтіп біз кельвинге айналдырдық. Бір анандай 273-ге сәйкес келетіндей 427 ма, 227 ма деген сияқты жетісі бар арасында. 7 деген санға біткенді. Сөйтіп соны жаңа 273-ге қос деп намек тастағанда жа есепте. Білмеймін, осы есеп может басқа есеп айтыр, бірақ бар сонда кельвинге айналдырдық. Иә, сол кельвинге айналдырған бір есеп болды ғой, 327 деп. Иә, 7 дегенмен біткен. Фактке байланысты есеп келген жоқ болса? Осы осында именно осы Нью-Йоркқа осы көп басқаша болып келген есептер болды. Ішкенерген өзін сұраған бір есеп болды ғой, дейме? Болды ғой. Может, сол есепте шығар жаңа 2 атомды деген әңгіме кеткен. Иә, мынау менің ойымша 1 атомды деген сияқты. Сол. Тағы қандай есеп келеді? Сосын анау тіктөртбұрышты болған ше, А қабырғасы А квадрат берілді ғой. 6 сантиметр болды ма? И сыртында сол жерде 8 ампер тоқ өтіп тұрды тікесінде. Сол есеп ұмытты есеп есіме түспей Ол қалды. басқаша есеп болды ол. Мен оған Мынау жетпедім. емес қол, иә? Жоқ, бұл емес. Бұл ампер күшіне арналған. Иә, ол есеп что-то вообще есіме түсіре алмадым сол есепті. Еще мю нулевой болды оның. Мына жақта анда бір есеп болды ғой. Так, В тең 0,6 деген есеп болды ғой, иә? Болды. Уақытты сұрады ғой, иә? Тауға, иә. Уақыт неше, сұрақ қалай болды? Бастапқы жаңа уақыттардың қатынасы қандай болады деген сөз болды ғой. Уақыттың қатынасын сұрады. Тек қатынасын сұрады, иә? Иә, баяулайды деген ше, жаңа жайлайды. Иә. 1 минус В квадрат бөлінген С квадрат қой, иә? Иә. Так, сонда мына С квадрат минус В квадрат бөлінген С квадрат бола ма? Мына 0,36 0,8 ғой, иә, мынау. 0,8 бөлінген 1 бола ма? Наоборот жасақ болады ғой, тау 0 бөлінген тау 1 бөлінген 0,8. Сонда 1,25 есе баяулайды.
Сосын сол жерде мұқият болыңыздар, мынандай жауапта бар, 1,25 есе қысқарады деген жауап бар. Ол жауап болмайды. Уақыт бізде баяулайды ғой. Уақытқа байланысты айтылғанда баяулайды деген жауап болады, иә? Так. Оптиканың бір есебі болып еді ғой, иә? 12 Контекст. Жоқ, контекст емес, оптиканың есебі жоқ, қандай? жаңағы ғой, линза жаңағы жинағыш линзадан 16 сантиметр қашықтықта дене тұрса, оның кескіні қанша бір 12-де ма тұрады. Ал егер 18 емес сол па? жаңа денені 10 сантиметрге алып келіп қойса ше, кескін қаға барады деген ғой. D2, D1 минус 10 ғой, иә? Бірінші F-ті тауып алдық қой бұл жерде. Бірақ осы есеп ұсталды болатын. Мәндері сәл басқаша болуы мүмкін, иә? Жоқ, осы 16 мен 10 точно. Бірақ мен ары берісі кескіндердің жылжуында не кетуі мүмкін. Сонда 6 сантиметр болды ма деп ойланып қалдым да. Бұл есеп менде шықты, сол жауап. 16-18 болған. Осылай болды ма екен? 6 сантиметрге, енді қараңыздар, денені линзаға қарай жақындатсақ, кескін одан алыстайды ғой, иә? Иә. Осы есеп менде шықты, бірақ мына мәндерін ұмытып тұрмын да. Жауап 6 сантиметрге алшақтайды деген жауап болды ма? Осындай 6 сантиметрден ше екі сөз тұрды ғой. Иә, біреу жақындайды, екіншісі алшақтайды. Или нені жылжыту керек деп берді ма? Экранды. Экранды ма? Экран Экран жақындатты деген ба? Жоқ, экранды алыстатамыз. Линза қозғалмай тұрады ғой бір жерде. Экранды алшақтатамыз. Денені ше ары бері жылжытып жатыр. Иә, денені алға жақындатсақ, кескін артқа кетеді да. Бірақ 6 сантиметр деген жауап точно болды, иә? Сол, алдыға қатысты екі жауап тұрды да. Иә, значит, кескін денеден ары қарай қашады да. Егер экран болса, экранды да біз ары қарай алшақтатуымыз керек та. Так, сосын екі контекст келді. Біріншісі, кім? Фариза деген оқушы мен бір оқушы жарықтың тұзсыз тарауын зерттейді, дей ме? Иә. Сөйтіп екі не береді қолдарына? Шашыратқыш, жинағыш линза. Бір оптика деп қояйын. Жарықты тарауын зерттеу, в общем, иә. Оқушыларда екі линза бар. Бірінші линзаның фокус арақашықтығы 20 сантиметр. Екінші линзаның фокус арақашықтығы минус 40 сантиметр. Значит, біріншісі жинағыш линза, екінші шашыратқыш линза, иә? И денені 60 сантиметр жерге қойып қойған ба? Бірінші сұрақта. Бірінші сұрақта қандай кескін пайда болады дейді. Жинағыш линзаға қойған ғой, в общем. Так. Бұл жерде А деген жауап болды. Яғни шын кескін төңкерілген так, өлшемі қалай өзгереді? Төңкерілген, кішірейген болу керек қой, линзадан алыстаған сайын. Фокусты қарап үлкен болып тұр ғой. 3 есе үлкен болып тұр ма? 2 есе үлкен болып тұр. 2 еселенгенде тең болатын еді. Ары қарай уже одан кіші болады, иә?
Иә. Осындай жауап болды точно. Ал енді екінші, үшінші, төртінші сұрақтар менің есімде болмай тұр, осының бар ғой. Бірақ ол жерде по идее кәдімгі жұқа линзаның формуласын қойып есеп шығарамыз. Жұқа линзаның несін қойып есеп шығарамыз. Үшеуінде де сондай, по-моему, иә? Сосын ше жаңағы ең соңғысында Ең соңғысын сұрағын түсінбей қалдым, бірақ жауабы дұрыс болды. 120 сантиметр деген жауап дұрыс болады. Яғни ана бір басында қалай тұрады? Просто ана дененің қай жерде тұрғаны айтылмағанда, сосын мен ойладым, басындағы 60 сантиметр деп, мына сантиметр бар. Басында 60 сантиметрде тұрған шығар деп ойладым. И екеуінің арасына шашыратқыш линза мен дененің арасына жинақыш линза қояды. И кескін шашыратқыш линзадан қай жерде пайда болады дейді ғой. В общем, жауабын жаттап алыңыздар, бұл өте қиын есеп сияқты, соңғысы да. Өйткен ғой. 120 сантиметр. Шашыратқыш линзамен ауыстырса не болады деген емес пе сұрақ? Иә, сол ғой. Түсіндім ғой. Иә? Жаңа біздің дөңесімізді шашыратқышпен ауыстырса не болады деген сөз бар ғой. Біреуінде ауыстырады тек, иә? Иә, линзаны ауыстырып тастайды жалпы. Сол манағы 60 сантиметрде тұрған сол ғой, иә? Үшінші есепте, по-моему, иә. Одан кейін сол тағы бір екінші есебінде мен не қылдым, сол кезде оқ дедім да. Анау бізде 4 шарт бар еді ғой, жаңағы F-тің үстінде орналасса не болады, 2F-тің үстінде не болады деген. Сол, в общем, F пен 2F-тің арасында D-ны жаңағы затты қойсаң қандай кескін алынады деген сөз бар емес пе? Осыған кетті ма, шын төңкерілгенге? Шын төңкерілген, үлкейтілген болады ол кезде. Сондай болды ма екіншісінде? F пен 2F-тің арасында орналасса? Тағы да болды, сосын шашыратқыш линзаға ауыстырыңдар, сол кезде не болады деген есеп сияқты. Ол екіншісінде болса, значит, иә. егер мынандай шарт берілсе, осындай ма? Иә, осындай 2F-тің арасында орналасса не болады деген сұрақ болды. Онда үлкейтілген, төңкерілген, үлкейтілген. Осы шартты жаттап алыңыздар бәріңіз. Керек екен, былай да сұрай салады екен. И мына 60 сантиметрмен бір есеп болды ғой, емес? Жинағыш линзаның өзіне. Болды. Кескін қай жерде пайда болады деген шығар мүмкін. Осы 60 деген бірінші есепте болды, мына сұрақ осы 2-3-те кетті. Между строк. Так, онда манағы нені ауыстырады деген, значит, бір бөлінген, минус қой, иә? Минус 40 тең бір бөлінген минус F плюс бір бөлінген 60 қой, иә? Бір бөлінген F тең болады. 24 деген бір жауап болды біреуінде. Осы емес пе екен сол? Бір бөлінген 40 плюс бір бөлінген 60, мынаған 3-тен, мынаған 2-ден, 5 бөлінген 120. Иә, осы ғой, иә? 24 сантиметрден жауап болды, иә? Иә, болды ол есепте. Осы 60-та, по-моему. Так, тағы бір сұрақ қандай болды? Жинағыш линзаның өзімен есеп шығарған жоқ па? Берді, бір есеп берді. 1 бөлінген 20 тең болады 1 бөлінген F плюс 1 бөлінген 60, иә? 1 бөлінген F тең 1 бөлінген 20 минус 1 бөлінген 60. Мынаған 3-тен береміз. 2 бөлінген 60. F тең 30 сантиметрден жауап болды, дейм, иә? Болды, осындай есеп болды. Иә, осы 5 сұрағы 1 мен 5 точный осы, бірақ мына 2, 3, 4 деген орындар ауысуы мүмкін да? Түсінікті ма? Мынау сұрақ 24 деген. Бұл жинағыш линзаны шашыратқыш линзамен ауыстырады. Сол кезде осында жауап шығады. Енді анау теория түсінікті. Сосын мынау
30 сантиметрден жауап қой. Бірінші сұрағы ше, ана қазір есіме түсіп отыр. Астрономияға жергілікті уақытта сен қандай нені қолданасың деген ғой, сағатты. Жергілікті уақытта қандай сағат қолданасың? Бірінші сұрақ ше. Мен белдеулік деп не қылдым ау деймін. Белдеулік деп жібердім. Дұрыс деп па? Қателеспеу үшін деген ба сондай. Астрономияға қатысты осы сұрақ болды. Сосын ең жоғары, мен қазір кітапты таппай отырмын. Ең жоғары шарықтау деген қарасам ол емес екен сол. Ең жоғары, ең Иә. төменгі деген сөз бар. Мына оптиканың белсесе болсында ғой примерно, Иә. Бұл жаңағыда оқушының аты кім еді? Мына жазып қояйыншы, әртүрлі неге әртүрлі Фариза деген оқушы ма еді біреуді? Біреу Марат емес пе, мұдан келетін баланың аты бар ғой. Біреу Фариза ау деймін осы. Осындай оқушылар жарықтың таралуын зерттейді да. Фокус қашықтық 20 минус 40 60 сантиметр. Мына сұрақтардың орнын ауысуы мүмкін 2-3-4-те. Так, бұл түсінікті ғой, иә? Түсінікті. Аха. Екінші контекст ол Архимед заңы деген келді. Так, екі кесте беріледі. Екі кесте беріліп қояды да. О кестедің мәндерін что-то ұмыттым бар ғой. Өте ұзақ кесте беріледі, в общем. Так, бірінші тапсырмада көлемге тәуелді деген жауап дұрыс болады ғой. Сосын бесінші тапсырма Архимед күші неге тәуелді дейді да. Типа, оқушы зерттеу жүргізгеннен кейін Архимед күшіні зерттеді ғой, соған байланысты қандай қорытындыға келді деген сұрақ қой. Яғни Архимед күші бізде көлемге Сұйықтың тығыздығына. Сұйықтың тығыздығына. Тығыздығына тәуелді ме деген жауап болды. Ана жерде көлемге деген бір вариант бар. Сұйық тығыздығына деген бір вариант бар, ол келмейді. Сосын екінші есепте, по-моему, не беріледі, график беріледі. Сол жерден қандай сұйық екенін анықтау беріледі ғой. Ана жерде май берілген, су берілген, дұрыс жауап су болды деймін. Сосын Архимед күшін табу керек па екіншіде? екіншісіне анда бір кесте беріліп қояды, иә? В общем, бәрінде кесте тұрады да. Бір кестеде... Екіншісінде график тұрады ғой бір, иә? Күштік көлемге қатысты графигі беріле ма? Иә. Просто график тұрады да, сөйтіп өскен, по-моему, өсу ретімен кете берген ғой. Иә. Бұлай кеткен ау деймін, по-моему. В общем, тығыздық 1000 болып шығады ғой, иә? Иә. Су деген жауап болады да. Сосын 3 пен 4-тің біреуінде мынандай есеп келді. Так. Көлем 4 деген бе, тығыздық? Жоқ, тығыздық, жоқ. Ауада салмағы сұйықта судағы салмағынан 2 есе көп деп береді ғой, иә? Сондай бір кестеге қарап анықтайтын есеп берді ғой соған қарап. Жоқ, біреуінде тек кесте емес қандай. Салмақ дененің тығыздығын табуымыз керек. Андай П минус П1 бөлінген П деген ро су деген формула бар еді, ол 7-ші сыныптың кітабында. Мына 2 П1. Жоқ, дұрыс. Жоқ, наоборот жазылмады ме? 2 есе П бөлінген П минус П1 ғой. Но 2 П1 азайтсақ П1-дің өзі қала ма? Қысқарады. Сонда 2 көбейту 10-ның 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб деген бір жауап болды ғой. Бұл либо 3, либо 4. Бұл 3 ау деймін бірақ, иә? 4-те алюминийдің тығыздығы беріліп қойды ғой, иә? Соның тығыздықты тап деген, иә? Олай осы ма сол? Жоқ, ол тығыздықты тап деген бұл. Ал 4-те алюминийдің тығыздығы берілген. Бұл сұрағында ғой досының. В общем, анау
осыда ма жаңа ауа мен суда разницасын көрсет деген жаңағы есеп кетті. Сосын біреуінде кәдімгі есептеп шығаратын тығыздықты осы мына 4 емес па мынау? Тығыздықты тап деген. Мүмкін 4 шығар. Алюминий тығыздығы берілген бір есеп болды. Бұл жерде сұрақ қандай болды? Алюминий тығыздығы беріліп қойды да. И ана жақта су дегенді таңдадық қой біз, иә? иә. Су дегенді таңдадық, кестедегі. И сол кезде көлемі сол же кестеде берілген көлемі 80 сантиметр куб деп берілген ба? Үш жерде біз ана динамометрдің көрсеткішін табуымыз керек емес па? Ондай сандық мән бермеген. Сол тығыздықты анықтау сияқты бірдеңкені берген. Тығыздық үште Біреуінде кетті, кестеніңше төртіншісінде бар ғой. Төртіншісінде типа аналар мені өлшеп тұр ғой. Алюминийдің суға сап өлшеп тұр ғой. Сол кестеде соның көлемдері берілген да. Динамометрдің көрсеткішін таппай ма екенбіз бе? Сол бір сұрағын ұмытып қалдым осыны. В общем, кестеден қарайсыздар. Мынау да нормально шығаруға болатын есеп, по-моему, қатты қиын емес, иә? Архимед заңына байланысты қиындық болмайтын шығар. Есепті алдымыз. Тем более уже 4 есебі шығып тұр мына жақта. Көлем, су, көлем тығыздыққа байланысты ана 2,2/10 дәрежесінен жауап болды. Бір есебі ұмыттым, бір есебін. Так. Тағы қандай есеп келеді? мынандай екен. Міне А? Бағана ше, маған сұрақ келді демем ғой астрономиядан. Екінші сұрақта ма? Қай сұрақ еді? Аха. Күннің центрлік жүйесінің ең жоғарғы және ең төменгі шарықтау нүктелерінің арасындағы уақыт дегенше, осы сұрақ қой, соны мен шарықтау деп жібергенмін ғой. Сөйтсем күн тәуліктері екен. 9-шы класстың кітабында тұр 80-ші бетте. Анау кім еді мынау бізде? Арман тұрды. Закирбада. Так. 80 бет деп жазып қойын, шұрттан қарағанда. Ең соңғы эклиптиканың үстінде тұр. Азат жолда. Мен шынымды айтайын, астрономияны бір наугат белгілем деп кірдім, оған қарауға уақыт болмай қалды. Осы шықты, мен сол дұрыс болмапты, осы шарықтау екен. Еске түскен сұрақтар осылар болды бүгінгі сабақта. Онда базда бүгінгі бір күнде барлығына бірдей түсетін болып тұр ма? Жоқ, басқа бір әріптесіміз кіріп шықты, оған басқа сұрақ келген. Ол по идее менің ойымша базада бір 10 нұсқа бар да, или былтырғыда 9 нұсқа бар. Сол 9 нұсқа барлық адамдарға келе береді ғой. Күнде новый нұсқа деген болмайды. Ертең кіретіндеріңіз жоқ па сіздерде араларыңызда? Жоқ, мен 26-сы кірем. Оған дейін біраз нұсқа шығатын шығар, 26-сына дейін бұйырса. Ғана сұрақты қайталап жіберсіз, сіз астрономия бойынша сұрақ қойдыңыз. Мен жазылайын деймін өзіме. Ол сізде арман тобы бар ма? Мына жазып қойдым да. Кітаптан қарасаңыз болады, 9-шы класс. 80-ші бетте. Ең астынан санағанда екінші тұр, өз ең төменде. Күн тәуліктер жауап. Сосын ше, жаңағы сұрақты әлде де сіздерде іздеп көріңіздерші, өтініш. Біліп алып жүрейік. Андай жергілікті уақытты дәл анықтайтын уақыт дегенде, соңшы декреттік уақыт деген бар, белдеулік уақыт деген бар. Сұрақ болды ма астрономиядан бүгін? Екі сұрақ болды осыдан, мен деп жаттағаным төгі жоқ қой ешқайсынан ше, осылар келіп таңғалдым. Маған бір астрономиядан бір сұрақ келген сияқты болып көрінді. Екіншісін ұмытты. Осы сұрақпен сосын жаңағы бірінші сұраққа осы келіп тұр ғой. Нақты, в общем, сіз уақытты анықтау үшін, жаңа уақыттан жаңылмау үшін қай белде нені таңдайсыз дегенде жаңа астында тұрғандар.
Декреттікті көрдім, белдеулікті көрдім. Астрономиялық уақыт деген тұр айтпақтай. Осы 4 вариант есімде. Сөйттім да белдеулікті ұрып кеттім, бірақ соны бүйтіп бұндай мазмұндап қарамаппын дұрыс простығына. Если тапсам жіберем, бірақ іздеп жатыр. Жақсы, онда әріптестер, бүгінгі сабақ аяқталды. Рахмет ағай. Сәлден соң ютубқа салам. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Сау бол. Сау болыңдар.